Ұлы даланың мың жылдар бойғы иегері, көшпенділердің мирасқор мұрагері саналатын ұрпағы, бүгінгі қазақтар үшін де малшылық ата кәсіп. Ұрпақтан ұрпаққа қан арқылы тараған, сүйекке сіңген кемелділер мен кемеңгерлердің құламастай болған үкіметі де бүкіл қазақты колхоз-совхоз қылып өмір сүру, тіршілік ету формасын отырықшылыққа ауыстырғанымен, малшыларды көшпенділік тәртібінен айныта алмаған. Жаз жайлауын жайлаған, күзде қырда күзеген, қыс қыстаған, көктемде көктеуінде мал төлдеткен. Заман алты аунап кетсе де, бұл қағида өзгермеген қалпында қала бермек. Өйткені табиғаттың заңдылығына ешбір қоғамның заңы қарсы тұрақ аламас емес. Қош, сонымен малшылық турасындағы белгілі жайттарды қайталап айтып, малтамызды езіп отыра бермейік. Ендігі кезекте малшы туралы әңгімеге ауысайық. Кешегі кеңес үкіметі кезінде де, бүгінде де мал баққандар ата-бабасы таяқ ұстағандар болып табылады. Бұл күнде әркім қолынан келгенін істеуге мүмкіндік алған заманда малшылар да өз биіктерін айтарлықтай бағындыруда. Малды мал қылған малшылар да, малы мал қылған малшылар да бар. Бүгінгі сөз малы мал қылған малшылар жайында болмақ. Кезінде аудан бойынша да, тіпті облыс бойынша да қызыл туды қолдарынан бермеген Ленин колхозының шопандары бұл күнде ырыс пен берекенің негізгі иегерлері саналады. Бәрі де сол төрт түліктің иелігін көрген жандар. Ал солардың ішінде мыңғырған малдың соңында адамдығын жоғалтып алған екі бірдей қойшы болды. Оның бірі Әбдіжан болса, екіншісі Әділжан еді. Бір қызығы екеуі де тамырларын бір атадан тарататын ағайынды кісілер еді. Әдірем қалған дүние. 90-шы жылдардың басында Алматыға кетіп, сол жақта өзінше тіршілік етіп жүрген Арманды ауылдағы әкесі елге оралта алмай жүргеніне де не заман өткен. Жалғыз ұлы болғандықтан шығар, сол баланың шаңырағын отын сөндірмегенін қалаған. Ал Арман болса, әкесінің түпкі ойын түсінгенімен ауылға оралуға құлық таныта қоймады. Қаладағы тіршілігі де жаман емес еді. Ал шаһардағы 10 жылдық ғұмырында көп нәрсеге үлгерген. Бай болмаса да бақуат еді. Жағдайы дұрысталып қолы жүрген соңғы жылдары тіпті ауылдағы әкесі мен шешесін көшіріп кетсем деп жүрген. Алайда оған төркінінен гөрі жақындап қалған әкесі мен шешесі келсер сынай танытпаған. Бірі қалаға тартып, енді бірі далаға тартып, әке мен балаға бір-бірін көндіре алмай жүргендеріне біраз жылдың жүзі болған. Арманның әкесі ауылдағы ең бақуатты адамдардың санатында. Кезінде колхоз тараған жылдары өзінің отарындағы 500 тарта қой мен 100 қаралы жылқы сиырға иелік етіп қалған. Содан берінде ол кісінің малы тек қана өсумен болып, бұл күндері мыңдап саналатын күйге жеткен, құдды баяғының байлары дерсін. Қазіргі заманда мыңғыртып, мал бағып, жаз жайлауда, қыс қыстауда баяғының байларынша күн кешіп жатқан адамның бар екеніне біреу
сенсе біреу сенбес. Тіпті өзінің арғы атасы Көктастың атымен аталатын тұтас бір сайды өзі иемденіп алған. Бұл күндері жүрсін аты дірілдеп тұрған. Ал енді осындай жағдайы бар адамның бар дүниені талақ етіп қалаға кете салу қандай мүмкін болмаса, қаладағы біраз дүниенің қожайыны болып үлгерген Арманның да ауылға орала салуы сондайлық мүмкін емес жайт еді. Баласының ауылға оралмасын сезген жүрсін қарт соңғы уақыттарда көңілсіздіктен арыла алмады. Бұрындары есі кіргенде келер деп жүретін еді. Енді ол үмітінің ақталмасына көзі жетті. Сонда осы дүние мыңғырған жылқы мен табын сиыр отар қойдың барлығы не үшін, кім үшін керек деп ойлаған. Осыны дүниенің барлығын ессіз қалатындығын ойлағанда іші удай ашитын, о дүниеге арқалап кете алмас тағы анық. Әгәрәки құдіретті күштің есі адам баласына бұл дүниеде жиған тергендерін ана жаққа арқалап кетуге мүмкіндік берсе, әбекең міндетті түрде бүкіл малын алдына салып айдап кете бармақ. Күпірлік болса тілім жазықты, жұмақтың төрінде малын бағып бақи ғұмыр кешкісі келетін де бар. Ал оның мүмкін еместігін сезіп, баянсыз тіршіліктегі осы бір пәтуасыз жиған малын ел жұртыма таратып берсем қалай болады деп бір ойлаған. Бірақ артынша ол ойынан да айнып қалды. Өйткені жүрсін қарт саран еді. Ізгі ойынан айнытқанда сол сарандық болса керек. Тіпті баласынан айырылғанда осы тарлығы еді. Арман соншалықты байдың баласы бола тұра өз қатарластары құсап туған күн кешін жасап көрген емес. Әскерге аттанғанда да достарына дастархан жайып бере алмаған. Тіпті үйлену тойын да дұрыс өткізе алмады. Сөйтіп, әкесінің сарандығынан шаршаған Арман өз күнін өзі көруге бел буып Алматыға аттанған. Әкесінің жиған дүниесіне қол тигізбеуге бел байлаған. Міне сол сарандықпен жинаған мал мүлкіне ие боларлық ешкімнің жоқ екеніне көзі жеткен жүрсіннің кеудесін өкініш билеген. Артынша қасарысқан мінезіне салып, өлгенімше бағамын, мен өлгеннен кейін талап алар әркім өз керегін деп ойлаған. Мұрагерсіз байлықтың арғы жаққа арқалап кете алмайтын, дүниенің қызығы кеткен шағында жүрсін біраз малын сатып, қаладан арнайы алып келген сәулетшіге өз атасының атымен аталатын Көктас сайының кіреберісіне кілең қара мәрмәрдан үлкен құлыптас орнатты. Құлыптасқа жеті атасының атын жазып өзімен аяқтады. Осы сайды ертең басқа пенденің жайлайтынын, басқа адамның малы жайылып жүретінін сезген көңілдің қызғанышы енді бұл соларға деген ескерткіші еді. Қадірменді алтын босаға тыңдармандар, сіздер осы әңгімені тыңдап отырсыздар деп ойлаймын. Сондықтан сіздер тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарияға жазыңыздар. Сіздердің әрбір комментарияңыз маған өте қымбат, ауадай қажет, және тіркеліп отырсаңыздар өте ғажап болар еді. Осы әңгіме сіздерге ұнаса, алдағы уақытта жалғасын саламын. Алдағы уақытта осы әңгімені
тыңдарсыздар және қызықты әңгімелерін тыңдайсыздар.